Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті жанындағы репетиторлық мектеп биыл 5 жылдығын атап өтуде. Атаулы датаға орай жоғарғы оқу орнында оқушының білімі, бейімі мен құзыреттілігін қалыптастырудың тиімді жолдары, ұбт-ға нәтижелі қатысудың негізгі факторы атты семинар практикум ұйымдастырылды. Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті 20 жылдық мерейтойлар аясында тағы бір датаны атап өтпек. Яғни бұдан 5 жыл бұрын жоғарғы оқу орнында репетиторлық мектеп ашылған. Осыған орай ұлттық бірыңғай тестілеудің жаңа түрін талдау мен оқушыларды осы сынға психологиялық тұрғыдан дайындауда мектеп мұғалімдерінің білім деңгейін көтеру үшін тәжірибелік семинар ұйымдастырылды. Тек қана теориялық білім жеткілікті емес. Ұлттық бірыңғай тестілеуде әрбір оқушының белгілі бір стратегиясы болу керек ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалуға. Сонымен қатар белгілі бір біліктілігі қажет. Міне осы мәселелерді бүгінгі дөңгелек стол барысында талдаудамыз. Және осы өткізіп отырған семинар ұлттық бірыңғай тестілеуде біздің қала оқушыларының, аудан оқушыларының біліктілік деңгейін арттыруға көмегін тигізеді деген ойдамын. Өткен оқу жылында репетиторлық мектепте 300-ге жуық оқушы білім алды. Ұлттық бірыңғай тестілеу өзгеруде. Сондықтан бұл жолы семинарға қатысушыларға репетиторлық мектептің жаңа жұмыс жүйесі ұсынылды. Семинар 30 наурызға дейін өтеді. Осы уақыт ішінде дөңгелек үстел, ашық сабақтар мен психологиялық жаттығулар жүргізілетін болады. Жалпы репетиторлық мектеп жайлы айтып кететін болсам, мен өзім бұл мектепке қараша айында келген болатынмын. Осы репетиторлық мектептің арқасында қазірде ентадан өзіме керекті балдарды алып жүрмін. Жалпы мұғалімдердің жұмысы да бізге ұсынатын материалдары да барлығы жоғары дәрежеде. Сондай-ақ семинар аясында мектептегі 7 пән бойынша мұғалімдердің біліктілігін арттыру курстары өткізіледі. Көптеген ұстаздар курстардан өтуге тілек білдірген. Қатысушыларға сертификаттар берілетін болады. Аяулым Өмірбаева, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы.